тігілген. Төсек тігілген, төсектердің балаға не болу үшін, жылы болу үшін, құс жастық тігілген, басына бат басу үшін, жабу, оны тартпа байлаған, тартпаны аяқ қолы түзу болсын деп, денесі жылы жатсын деп түбек салған, сідік жаймасын деп түбіне түбек салған, одан шүмек қойған, сыртынан жабдықтар жапқан. Содан бала жылы жату үшін бізге бесікті балаға ата-бабаларымыз солай жасаған. Бесікте балалар жас нәрестеге алғаш ата-анасы қуанған, оны нағашы жұрттан келген бесікті өзінің жөн жоралғысымен нәрестені төлеген. Ал енді бүгін баланы бірінші өзінің жөн жоралғысымен бастайды. Бірінші үкісін тағамыз. Баланың үкісін тағады екенбіз, ұйқысы тыныш болсын деп, көз бәледен алас болсын деп, бірінші бесікке үкі тағамыз. Одан ұйқысы әдемі қызымыз сұлу, көрікті болсын деп, айна тарағын қоямыз. Тіл көзден аман болсын деп, тұмарын тағамыз. Қайратты сөзі өткір болсын деп, қанжар қоямыз басына, ұйқысы тыныш болсын деп. Мені балалар көрдіңдер ме? Ал енді тұштымасын жасаймыз. Апа, бесік неге тесік? Баланың өзінің тесігі, арнайы тесігі болады жарығым. Сол тесіктен баланың тұштыма-тұштымасын жасаймыз. Ал. Тұштыма? Тұшты. Бірінші ұл балдарға берейші кәні. Кән. Ал, кән қыздарға. Оң. Тұшты, кән қыздарға. Шашу. Тұшты. Кән, ала қой. Варя. Жұғысты болсын. Ал бесікті оңғара балайық көші. Қайна тарaf қой болмасын. Алсай балайық. Шотынлайын жайлан. Оңбан. Ой, жақсы. Нәрестеміздің ұйқысы тыныш болсын. Ал енді Шашуымызды қабылдық. Шынынан жеңді. Айсұлы. Болды, қазір береміз, шашу жетеді.